Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мистер Ироха KZ. Бүгін біздер ең қызықты ойындарды көрсететін болам. Бірінші ойын Clash Royale деп аталады. Clash Royale өте қызық вайна болады бұда. Клан бойынша вайна. Сосын бұл Free Fire'дан да өте қызық ойындардың бірі. Мен бүгін Free Fire'дан да қызық ойындарды айтатын боламын. Енді Clash Royale'дан басқа Hide Online деген ойын бар. Hide Online, міне Hide Online осылай ойыны. Бұда охотник пен предмет деген командалар болады. Осы охотник, егер сіз охотник болсаңыз, предметі деген заттарды атып өлтіруіңіз керексіздер. Барлық заттарды атып өлтіру бірақ ұтасыздар. Егер де сіз барлығын атпай, уақыт бітіп қалса, егер охотник жеңіліп қалады. Бұл ойын өте қызық ойын. Және де басқасы Clash of Clans. Мен бұл ойынды ойнағам, өте қызық ойын. Бірақ Brawl Stars'тан қызық деп айта алмаймын. Көріп алыңыздар, наса татып аласыздар. Бұда клан болады, міне осылай сарайлар тұрғызасыздар. Адамдармен осы сарайды қорғайсыздар. Бірақ бұл ойынның бір жаман жері, сіз онлайн сол ойынға кіріп отырмаған кезіңізде сіздің сарайыңызды біреу басып алуы ықтимал. Мүмкін ғажап емес деп те айта алмаймын. Енді ең қызықты Hello Neighborhood естігендеріңіз бар шығар. Міне бұлар ойындар емес, бұлар тартпай қойыңыздар. Қазір мен сіздерге өзім көрсететін боламын. Оны табу қиын. Бұлар әшейін куайдылар. Куайды деген не десеңіздер? Куайды деген үйрену, сәлем көшін үйрену. Бұны негізінен хромнан тартып алуға да болады. Hello Neighborhood өте қызық ойындардың бірі болып келеді. Қазір мен таппай жатырмын. Қазір альфа деп іздеп көрейін. Альфа 2. Көрейік қазір. Мен білетінем бір шықпай жатыр. Міне. Бұл өте қатты қызық ойын. Міне, сіздер бұл ойында бір қарға болады. Сол қарға көршіні қамап қоя алмасыз, сондай. Бір шындығын ашуларыңыз керексіздер. Бұда сізде монитор, мынандай камерамен бақылап тұрасыздар. Сосын камераның өзі, жеп, тағы басқалары да болады қолыңызда, және де машинаңыз болады. Осындай дүрбімен не бар екенін көріп жүресіздер. Өте қызық, көршінің құпиясын ашатын өте қызық ойын. Райд. Осыған ұқсас райд бірдеңе деген ойын бар еді. Жоқ, бұндай емес. Ол өте қызық ойын болатын. Міне. Бұл да өте қызық ойын. 257 мегабайт. Памяттеріңіз жетпеуі мүмкін. Бірақ өте қызықты ойындардың бірі. Бұны ойнап көрмегем, сондықтан қандай екенін айта алмаймын. Футбол ойнайды, жарысады, полициялардың қашама сондай. Енді келесі ойынымыз қайда кетті ол? Дрiving бұл қызық ойын, бірақ Free Fire'дан қызық деп
айта алмаймын. Бұл жерде дрифт жасайсыз, қалаған нәрсеңізді істей аласыз. Өте қызық. Ой, бұл қызық емес демеңіздер, бұл өте қызық ойын. Және де ең соңғы ойынымыз Бравл Старс. Бұны ойнаған болуыңызда мүмкін. Міне, обновление жасалған. Обновлениеден кейін өте керемет ойын болып кеткен. Бұда міне Шелли жүр, Бұл жүр, міне Колт жүр, міне Эль Примо, танитындарыңыз бар шығар. Осындай адамдар, міне қарға. Осындай қызық ойын бар. Осы ойындардың біреу ұнаса, өздеріңіз тартып аласыздар деген ойдамын. Енді келесі жүздескенше сау болыңыздар.